нәпсіміз деген бар ғой, жаңа сөзіміздің барысында біздің нәпсіміз бар. Қанағат қайырын тойғызар деген сөз бар қазақта. Жаңа қанағатсыз жалғыз атын сойдырады дейді. Сол сияқты ол қанағат етпей аңшылыққа шыққан кезде аңшылыққа қызығып, аңшылықтың енді осы қазақтың даласында жалпы шаруашылықта жүрген кісілердің талай естідік, оны көрдік те. Аңның киесі бар деген ол бар нәрсе, ол рас нәрсе. Ол енді артық, мысалы өзінің қажеттілігінен артық істі жасап қояды. Мысалы ол аңның ішіндегі жаңағы аулайтын уақыт емес, басқа уақытта істейтін болып жатса, мысалы оның жаңа айтқандай төлдейтін уақыттары болады. Немесе ішіндегі сол кездерде аңшылық жасайтын болса, ол зиян болады. Сол кездерде ол обал болады. Енді обал болуының нәтижесінде біз нәпсімізге еріп, соны ары қарай қызығына батып, ары қарай жасай беретін болсақ, оның киесі ұратыны ол рас. Обал болады, оның жаңа айтқандай киесі ұратыны рас. Сондықтан да одан өте абай болғанымыз дұрыс. Қанағатшыл болу керек. Мысалы, аңды аулағанда да өзінің уақыт сағатымен керек қажетті жағдайларда біздің қазақ халқы оны өте ұтымды пайдаланған. Сондықтан орынды пайдаланса, ол ысырап та болмайды, адам өзінің дегеніне де жетеді.